сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін 1 желтоқсан күніне арналған, президент күнімізге арналған ашық тәрбие сағатымызды ашық деп жариялаймыз. Отыра қойыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы елін сүйген елбасы. Сабағымыздың мақсаты елбасы Назарбаевтың өмірі мен қызметі, оның Қазақстанның дамуына қосқан зор үлесі туралы білімін кеңейту және тереңдету. Білім алушыларда елбасы үлгісінде отансүйгіштік және еңбекқорлыққа тәрбиелеу. Ал енді балалар, сіздерге арналған кішігірім бейнебаянымызға кезек берейік. Біздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мемлекет басқару ісі машақатты да мәртебелі міндет. Басшы басқарған ел, ең бай мемлекет, халқы ең бақытты халық. Тәуелсіздігімізді алғаннан соң халықтың басын біріктіріп, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұңғыш елбасы болды. Елін елдігін көрсетті, ерлігін танытты. Ар намысты ту еткен елбасының аянбай еңбек етуі осы нұрлы күндерге жеткізді. Елбасының бастауымен отанымыз әлемге танылды, елдің еңсесі көтерілді. Астанамыз бой көтеріп, бүгінде дамыған 30 елдің қатарына еніп, рухани байи түсті. Судан шаш. Қолыңды жудың ба? Иә. 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтың шаңырағында көптен күткен ұл өмірге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Жарқын жүзді Әлжан ұлын үлкенді құрметтеуге, сыйлауға баулыды. Оның ұлттық дәстүрлерге, ән-жырларға, салт-ғұрыптарға құштарлығын оятты. Нұрсұлтанның жас зердесінде сол кезеңнің қыспаққа салған қиыншылықтары ғана емес, анасының аялы алақаны мен әкесінің мейірімді жүзі де сақталып қалды. Тату отбасы, бауырлар, әке-шешесі айтқан әндер. Нұрсұлтан мал жайғанымен айналысты. Әкесімен бірге тауға барып шөп шапты. Жасөспірім шағы Нұрсұлтан тек өз сыныбындағы ғана емес, мектептегі ең үздік оқушының бірі болды. Сабақты зор ынта, ықыласпен оқыды. Нұрсұлтан Назарбаев әрқашан өзін халық арасынан шыққан, халыққа жан-тәнімен жақын адам деп есептейді. Әлжан Әбішке тұрмысқа шыққаннан кейін 5 жылға дейін құрсақ көтермейді. Бір күні түсінде мылтық тауып алып, оны Әбішке көрсетейін деп қуарып бара жатқанын көреді. Соны ет жақын ағайындарға жорытады. Сол кезде түсін жақсы екен, саған Алла ұл береді деп айтады. Сол кезде Нұрсұлтан өмірге келеді. Назарбаев альпинист. Ол тау баласы болғаннан кейін бе альпинизмге қатты құмартқан. Кішкентай күнінде Үшқоңырдың тау тасын көп аралайды екен. Және де кейін президент болғаннан соң кәсіби альпинистермен бірге бірнеше тауды бағындырған. Соның ішінде Абай шыңы екен. Ол 4010 метр биіктіктегі ерекше орын алып тұрған тау. Және бүгінде Алматы маңында Нұрсұлтан тауы бар. Елбасы болып шебері. Елбасымыз Қайнар аралдарындағы демалыстарының бірінде гольф ойнау шеберлігімен жер